Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Мен көп жылдық тәжірибесі бар, және осы Қазақстан бар, СНГ-да, Россияда көп себепкер болып алдымнан әйелдер жаңағы ана атанған және балалы болған әйелдердің көп балалардың кіндік шешесімін десем болады. Мен Сәриева Әсеткүл, білесіздер, білмегендеріңіз болса аты жөнімді де айтып кеттім. Ал енді мен бүгінгі видеомда үй жағдайында қалай емделу керек, тек қана үй жағдайында емес, жалпы кеңес беремін. Мынау шөп, мінекей, бұл Меккеден келген. Мен бір емес екі рет Меккеге барғам. Қазір барып жатыр ғой Меккеге, мен бірақ ертеректе бардым. 2003 жылдарда бардым. Сонда Меккеде бұл Мәриям анамыздың толғатқанда жаңағы қолын битіп жерге битіп ұстаған екен. Жерден битіп ұстаған толғатқанда, енді байланысы жоқ қой ол кезде. Сонда сол қолын ұстаған жерінен шыққан шөп дейді мынаны. Мәриям анамыздың. Сонда кәдімгі қарасаңыздар, міне 5 саусақтай. Көрдіңіздер ме міне? Саусақ кәдімгі міне. Қарасаңыздар, кәдімгі битіп жұмған қолдың саусағы. Енді бұны қалай қолданамыз? Мен бұны көп әйелдерге қолдандым және көп әкелдім. Сонда екі рет бардым, екі рет алып келдім. Сонда мынаны жаңаға ыстық қайнаған суға, осындай үлкен ыдыс аласыз, қайнаған суға салып қоясыз. Мынаны қайнаған суға саласыз да бетін жауып қоясыз. Бетін бір 15 минут, 20 минуттай жауып қоясыз. Тіптен жарты сағат жапсаңыз тіптен жақсы. Егер тумайтын әйел болатын болса, мынау жұдырығы түйілу бойынша қалады. Бұрыннан келетқан нәрсе. Ал туатын әйел болатын болса, мынаның бәрі жайылып кетеді. Жайылып кетеді. Бір керемет болған, бір әйелге бір келіншек істеп, мынаны ашылғанша жаңаға өте қатты қиналған болатын. Жаңаға не қылып, қандай болар екен деген сияқты. Жақсы жері жазылып кетті жаңаға. Сондай қатты қиналған, өте көтере алмаған келіншек еді, жазылып кетті барлығы. Жазылып кетіп, одан көп кешікпей сол келіншек 3 балалы болды. Мінекей көрдіңіздер ме? Құдірет. Ол дәрігерге қаралып жүрген, емделіп жүрген, экода жасатқан. Ойлаңыздаршы. Мына Алла Тағаланың құдіреті бар нәрсені жоқ қылады, жоқ нәрсені бар қылады. Сондықтан жоқ кейбір келіншектер қазір миына құйбаған жастар. Біз дәрігерге ғана көрінеміз, болды дейді. Дәрігер кейде дәрігердің істемейтін нәрсесі де болады. Ол өзінің ой санасында, түпкі санасында соның бәрін тазалау керек болады. Былайынша айтқанда аурасын тазалау керек болады, қазіргі тілмен айтқанда. Сондықтан қазір жаңа мен алып шықсам, осы жерде қыздар айтып жатыр. Осыны қазір TikTokта қайнатып ішіп жүр деп. Бірақ қайнатып ішіңіз, дегенмен бұл шаң. Шаңды суық суға бір шайып алыңыз. Содан кейін барып суға салыңыз. Суға салыңыз да бір жаңағы 20-30 минуттан кейін ашып, жаңағы ашылып кеткенін көргеннен кейін қалған суын ішсеңіз болады. Ал бірақ негізгі тәртібі суын ішу емес. Ол әйел туа ма, тумай ма, соны білу негізгі тәртібі. Бірақ суын ішсеңіз де қасиетті шөп қой бұл. Сондықтан суын ішсеңіз де оның ешқандай зияны жоқ, пайдасы болмаса. Сондықтан сіздер осындай қазақи нәрселерді де қолданғандарыңыз жөн. Бәрін қолданыңыздар. Тек қана дәріге сүйене бермеңіздерші. Бір мезгіл қазақи емге де жаңағы көңіл бөліңіздер. Әрине, бәрін тексеру керек болады. Жаңағы оның білетіні бар, білмейтіні бар. Мен мысалы тамырымен білем. Адамның тамырын ұстай отырып, сөйтіп білем. Оның жаңағы турбасының, жаңағы түтікшесінің жабық екенін, болмаса яичниктің ұрығы аз екенін, істеп тұрған, істемей тұрған, оның барлығы мына тамыр 31 жылда үйренген тәжірибем арқылы білем мен. Ал енді бір мезгіл дәрігерге барып жүрсіздер, көтер алмай қойдыңыздар. Экосалды көтер алмай қойдыңыздар. Сонда не істеу керек? Сонда біз сияқтыларға келіп, ары қарата емін алып, содан кейін барып, тіптен экос істейтіндерге мен айтамын, алдыменен келіп, кәдімгі тауықта жұмыртқасын битіп, қанша әдемілеп қойсаң да, ықшап, әдемілеп қояды. Сол сияқты баланың жататын орны ұядай болу керек. Баланың ұясын жөндеп барып, эко жасасаңыздар, бірден көтеріп кетесіздер. Сондықтан тек қана экоға сүйенбей, екі жақта бірдей ұстасаңыздар, сіздер өте жақсы болады. Енді келіншектер
Біреу адам жоқ болсын, балалары көп болсын, жастар өзі шетінен осы бала туатындай болса екен деп мен Алладан тілеймін. Әрқайсыларыңызға, мен сіздердің әр отбасыларыңызға баланың даусын, баланың боғы болса екен деп тілеймін. Алла Тағала соны сіздерге бұйыртсын. Енді маған комментарий жазуды, сұрақ қоюды, лайк басуды, бір-біріңізге бөлісуді, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар дегім келеді.